Сіздердің қарауларыңызға 2018 жылға арналған негізгі макро көрсеткіштер мен бюджет параметрлерінің болжамының нақтылау енгізіліп отыр. Болжамын нақтылаудың негізгі факторлары. Бірінші, 2017 жыл номиналды жалпы ішкі өнім 52,4 триллион теңге деңгейінде бағаланады. Нақты өсім 4% құрады. Екінші, 2018 жылғы қаңтар-ақпанда экономиканың өсімі 4% құрады. Үшінші, 2018 жылы мұнайдың болжамды бағасы бір барреліне 45 ақш долларынан 55 ақш долларына дейін ұлғайды. Металдардың баға индексі 0,4%-ке ұлғайды. Төртіншіден, ақш долларына қатысты теңгенің есептік бағамы 340 теңге деңгейінде сақталды. 2017 жылғы нақтыланған базаны есепке ала отырып, 2018 жылы номиналды жалпы ішкі өнім 57,2 триллион теңге көлемінде болжанады. Ол тамызда мақұлданған көрсеткіштен 1,3 триллион теңгеге артық. Нақты жалпы ішкі өнімнің өсуі 3,8% деңгейінде күтілуде. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 9200 ақш долларына дейін ұлғаяды. Өнеркәсіптің өсуі 3%-ке дейін артуымен қайта қарастырылды. Бұл өңдеу өнеркәсібінің күтілетін аса жоғары өсіммен байланысты. Энергетика министрлігінің болжамдары бойынша 2018 жыл мұнай өндіру көлемі 87 миллион тоннаны құрайды. Мұнайдың әлемдік бағаларын ұлғаюын және экономиканың өсімін ескере отырып, экспорт 54 миллиард ақш долларына дейін, ал импорт 34 миллиард ақш долларына дейін артады. Инфляция бекітілген 5-7% дәлізінде сақталады. Түзетілген макро болжам негізінде 2018 жылға арналған республикалық бюджет параметрлерінің болжамы нақтыланды. Кірістер трансферттерді есепке алмағанда 5,7 триллион теңге көлемінде бағаланады. Бұл бекітілген жоспарға қарағанда 190 миллиард теңгеге жоғары. Кірістер бойынша негізгі ұлғаю пайдалы қазбаларды өндіруге арналған салықтан және шикі мұнайға экспорттық кеден бажының түсімдерінен қамтамасыз етіледі. Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт бұрын бекітілген мөлшерде сақталды, нысаналы трансфертте тарту қарастырылмаған. Бюджет тапшылығы 2017 жылғы бюджет қаражаттың қалдығын тартуды ескере отырып, жалпы ішкі өнімге қатысты 1,5% құрайды. Республикалық бюджет шығыстары бекітілген көлемге қарағанда 425 миллиард теңгеге ұлғайып, 9,6 триллион теңге көлемінде болжанып отыр. Ұлттық қорға түсімдер болжам бойынша 546 миллиард теңгеге ұлғаяды, 2018 жылдың аяғында 2,6 триллион теңгені құрайды. Нәтижесінде жыл соңына ұлттық қордың валюталық активтері 58,3 миллиард ақш доллары көлемінде болжанып отыр. Бұл жалпы ішкі өнімге қатысты 34,7% құрайды. Қолдауларыңызды сұраймыз.